Ал білім ордаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тың бастамалар қолға алынып жатыр. Қарағанды облысында саналы ұрпақ жобасы сәтті жүзеге асырылуда. Өңірге жұмыс сапарымен республикалық кеңсенің жетекшісі Қайыржан Тоқышев келді. Алматылық қонақ аймақтағы фронт кеңселермен танысты. Қарағанды облысының білім басқармасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастыруды көздейтін адал ұрпақ оқу курсын әзірледі. Бұл бағдарлама білім беру жүйесіне қаңтар айынан бастап енгізілді. Аталған жоба 5-11 сынып оқушыларына арналған. Саналы ұрпақ республикалық кеңсенің жетекшісі Қайыржан Тоқышевтың өңірге келуінің басты мақсаты білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша әдістемелік көмек көрсету болып табылады. Негізгі жобаның мақсаты білім саласындағы мекемелерде сыбайлас жемқорлықтың көріністерін азайтуға және өскелең ұрпаққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Бөкетов атындағы университетте ашылған мектеп жастардың, студенттердің болашақта жас мамандарды мемлекеттік қызмет тартуға арналған әдістемелік көмек көрсетеді. Сондықтан ең бірінші ашылған осы мектептер, сол мектептің ары қарай жұмысымен де танысамыз. Оң тәжірибесін республика бойынша таратуға біз дайынбыз. Сонымен қатар алматылық қонақтар Теміртау қаласының оқу ордаларын аралап, адал ұрпақ мектеп клубтары қатысушыларының слетіне қатысты. Кездесу барысында білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың өзекті мәселелері талқыланып, саналы ұрпақ жобалық кеңсенің негізгі бағыттарын іске асыру бойынша нақты ұсыныстар жасалды. Басқосу соңында мектеп директорлары сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу бойынша жеке жауапкершілікте болуға ресми қол қойды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жарқын Сейсен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.